Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге шакшука деп аталатын тағамның рецептісін ұсынбақпын. Бұл тағам жалпы таңғы асқа өте тойымды, дәмді тағамдардың бірі болып табылады. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, әртүрлі рецепттер салып отыратын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Керекті ингредиенттердің барлығы видеоның астында описаниеде мөлшерімен берілген, сол жерден қарасаңыздар болады. Ең бірінші біздер қажетті жуа, сладкий перец, чеснок барлығын ұсақтап турап аламыз. Одан кейін помидорларды осылай қабығынан ажырату үшін үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Өте ыңғайлы, осылай үккіштен өткізіп алсаңыздар. Мінекей барлығын дайындап болдық. Одан кейін қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, ең алдымен жуамызды жақсылап қуырамыз. Осылай жуа қуырылып жатқан кезде паприка мен черный перец салып жақсылап араластырамыз. Ары қарай 1-2 минуттай қуырамыз. Одан кейін шай қасықтың көлеміндей томат пастасын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. 1-2 минут араласқаннан кейін чеснок пен болгарский перец салып, тағы да 1-2 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін үккіштен өткізілген помидорымызды салып араластырамыз. 1 пиаланың көлеміндей су құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз және де жарты шай қасықтың көлеміндей қант салып жіберіңіздер. Әрі қарай жақсылап араластырып, орташа отта 3-4 минуттай қуырамыз. Одан кейін бетіне өздеріңіздің қалауларыңызша жұмыртқаны салып, дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Мен 3 жұмыртқаны жардым. Бұл бізде 2-3 адамға молынан жетеді. Жұмыртқаны салғаннан кейін оттың астын басып, 5 минуттай осы жұмыртқа піскенге дейін қуырып аламыз. Мінекей бізде шакшукамыз дайын. Бетіне көк жуа мен укропты салып әсемдеп қойдым. Енді дастарханға ұсына берсек болады. Осылай түрі әдемі, дәмді, аппетитті болып шығады. Барлықтарыңызды жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деп сенемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.